кез келген ризық кәсіпкерге ол қарым-қатынас арқылы келеді. Сату үшін де сөйлесесің адамдармен. Өзіңе бір күшті оптовик табу үшін де онымен шай ішіп сөйлесесің. Сен қызметкерді алсаң, онымен сөйлесесің. Барлық жерде сен сөйлесесің. Қарым-қатынас өте маңызды. Көп кәсіпкерлердің жіберетін қателігі бар. Жоқ деген сөзді өте көп қолданады. Мысалы, мен бір нәрсе айтамын, сіздің кәсібіңізде талдау жасаймын ғой кәсібіне. Сіздің кәсібіңізде осындай деп айтқан кезде, жоқ, мен ал дейді да, сөздің басын жоқ деген сөзбен бастайды да. Біреумен сөйлесіп жатқан кезде, оның сөзі дұрыс болсын, дұрыс болмасын, жоқ деп айтпауға тырысу керек қой. Жоқ деп айтпай, иә деп айтып көрейікші. Иә, мен сізді түсіндім, бірақ менің ойымша деп мен өзімнің пікірімді қоссам, бірақ оның сөзін жоқ деп кеспесем. Өйткені мен жоқ деген сайын қарама қайшы адам менімен сөйлескісі келмей бастайды да. Мен жүк көре бастайды ғой. Өйткені мен оның пікірін, оның түсінігін жоққа шығарып отырмын да. Ешкім ондай адаммен сөйлескісі келмейді. Сіз досыңызға жоқ деп айта берсеңіз, досыңыз сізбен дос болғысы келмейді. Иә деп айтқан сайын мен адам маған жақындай түседі. Адам менімен сөйлескісі келе береді. Ол адам айтқан кезде менімен дос болғысы келеді ғой. Сол үшін қарапайым ғана қағида мен өзім қолданатын, және де басқаларға түсініп жүріп үнемі жоқ деп айтпау.